Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы, мәңгі қымбат домалақ ғалам, қабыл көр. Әр ойымды, әр ісімді, әр сөзімді, жүрегімнің тазалығын, жанымның жарығын, әр сен кезінде, әр сен уақытында. Тәубә, шүкір, рахмет. Аумин. О Құдайым-ау, өз-өзін жаратқан, 100% жарық болған, заңдық болған, бір жылдай жүріп, бүкіл түгіместілік бітпеушілікте жалғыз бір жарық заңдық болған, сол заңдықты шашқан. Соң сонан кейін сәуле болған, сол заңдықпен сәуле болған. Bir жылда жүріп, шашып, содан кейін домалақ бәр жағынан күн сияқты 100% жарық ой болған, өз-өзіне Құдай болды. Әділетшілік 100% ой болды. Соны шашты әділетшілік. Әділетшілік ол өмір бәр жағынан. Өз-өзіне Құдай толық болды. Осы дұрыс әлемді ана дүниені жаратты. Ана дүние домалақ жер сияқты өсе береді. Мұнда неме бар, сол ана дүниеде бәрі бар. Бірақ өсе береді, дене ауса береді, ауа шынысы бар. Өзі аспан домалақ ғалам болды. Өзі домалақ ғалам өсе береді, түгіместілік бітпеушілікпен, өз бітпеушілік заңымен өсе береді. Өзі шындық жандарды береді өз жанынан. Өзі үлкен жан домалақ, жалғыз Құдай, бүкіл түгіместілік бітпеушілікте. Бәр жағынан өзін қорғапсады. Бітпеушілік заңы, мұнда әділетшілік ауасы, өзі шындық. Құдай, ғалам, аспан, домалақ, 100% ең биік күш, 95% мәңгі жарық, ұлы, қасиетті бірлік, жалғыз бір Құдай, 5% Құдайдығы, күнсіз, айсыз, аспансыз, Құдайсыз, ауасыз, жер, және біз бітпеушілікте жоқ болып кетеміз. Білмеймін, кім қайда жоқ болып кетеді, қалай жоқ болып кетеді, білмеймін. Кім қалай болады, Құдайсыз өмір болмайды. Және Құдай, мен сені тек қана аттығынды көтергенге міндетпін. Болды. Басқа міндет мен сенің алдында жоқ. Менің өмірім, жеке өмірім. Мін